Ассаламуалейкум, құрметті бауырлар. Қайырлы күн. Бүгін сіздерге керемет қазақтың бір дәрі шөбін айтайын деп отырмын. Инфаркт, инсульт алған кісілерге арналған, одан кейін қаны қойылып болмайтын кісілерге арналған, грыжамен ауыратын кісілерге арналған, қанда гемоглобин көтеріліп кете беретін кісілерге арналған, содан кейін бүйрегі ауыратын кісілерге арналған, простатитпен ауыратын кісілерге арналған керемет дәрілік шөп. Енді бұл шөптің құпиясы, бұл шөптің құрамында алтынның құрамы өте көп болады екен. Бұл қазақ даласында өсетін жантақ деген шөп. Бұл өте тікенек болатын шөп. Сол себептен бұны ешкі мен түйеден басқа ешқандай жануар жей алмайды. Енді бұның тамыры жердің астына 70 метр тереңдікке дейін өседі екен. Сол себептен Қызылқұмда, шөл жерлерде өседі. Ешқандай суды керектенбейді. Пайғамбарымыз келген кезде араб халқы бір белгісіз аурудан қырылып жатады. Енді ол кезде обыр дейді, қазіргі енді тілмен айтқанда рак қой. Сонда пайғамбарымызға келіп сұрайды: Алланың елшісі, сіз пайғамбарсыз ғой, осы ауруға қандай ем бар деген кезде пайғамбарымыз 2 жасар боталамаған ұрғашы түйенің кіші дәретіне, яғни сідігіне 1 кесе сідікке 2 кесе қымыранды қосып ішсеңдер, таңертең ерте 40 күнде ешқандай ауру қалмайды деген екен. Ешкі сүті менен түйе сүтінің қасиеттілігі сондай, білесіздер, ешкі сүтін ана сүтінің орнына қолданып кішкентай балаға береді. Түйенің сүті керемет болады, оны бұрынғы қазақтар қымыран кезінде шайға қосып ішеді. Шұбат болғаннан кейін өзін ішеді. Бұл адам баласының бойындағы ішіп жатқан тамақпен келіп жатқан, жұтып жатқан ауамен келіп жатқан, сумен келіп жатқан бүкіл радиацияны құртады. Бүкіл радиациядан адам баласының қанын тазалайды және қанды сұйылтады. Қанды баптап отырушы препарат дейді бұны. Бұны енді аптекада сатады. Аптекада енді не істейтінін, қалай істейтінін оны біз білмейміз. Қазір жантақ ти деген шай сатылады. Оны да білмейміз, енді оған қант қосылады, басқа қосылады. Біз бірақ табиғи күйінде ішеміз. Енді табиғи күйінде ішіп, содан нәтиже болмады деп айтып жатқан кісілер бар. Соларға айтарымыз, нәтиже болады. Мен өзім ішіп, осы грыжа деген аурудан осымен жазылғам. Мен 2000 жылы грыжаға операция жасатқам. Содан 2012 жылы грыжа қайта басталған. Сол кезде дәрігерлерден көмек болмайтынын біліп, емшілерге бардым. Керемет, осында бір әулие, көріпкел емші кісі бар. Сол кісіге барып едім, ол кісі маған өзі айтты: саған грыжаға операция жасаған екен бұрын. Енді былай істейсің деді. Сен таулы жерде туған екенсің, сондықтан саған Қызылорданың, Шымкенттің грыжасы жантағы жарамайды деді. Сен Ақтаудың жантағын алып, тура мен айтқандай 3 күн қайнатып ішсең, грыжа ішінен тарап кетеді деді. Осылай іштім. Міне 11 жыл өтті, ешқандай проблема жоқ. Одан кейін үй салдым, жұмыс істедім, септик қаздым өз қолыммен. Ешқандай проблема, мәселе болған жоқ. Сол себептен, құрметті ағайын туғандар, қазір сіздерге қалай қайнатып ішуін айтамыз. Осы жантақ гүлдеп тұрған кезінде бұны жинап аласыздар. Мынау басында тұрған міне гүлдері. Қурап қалған, просто светі өзгеріп кеткен. Жинап аласыздар да көлеңке жерге қоясыздар. Бұл кепкеннен кейін бұны шөп кесетін қайшылармен, пышақпенен жақсылап жаңағыдай ұстатып аласыздар. Енді шөпті үгітетін дробилка болса, сол дробилкадан өткізіп алсаңыздар абзал болады. Біз міне дробилкадан өткізіп алғанбыз. Осылай міне жантақтың шайы. Осыны шай орнына іше бересіздер. Таңертең, кешке, түнде, кез келген уақытта іше беруге болады. Оның бір қатып қалған жаңағыдай режимі жоқ. Жаңағы гемодиез дейді, бүйрек істемей қалып аппаратқа жатады. Сондай гемодиезді қолданбай, осы жантақтың шайын ішіп, 10 шақты жыл өмір сүріп жүрген кісілерді біз көріп жүрміз. Сахарный аурулардан жаңағы инсулинді қабылдамай, осы жантақты ішіп жүрген кісілерді де көріп жүрміз. Енді жантақты осылай үгітіп алып дайындағаннан кейін, осы бір заварканы мынандай 2 литрлік шайнекке саласыздар. Салып 2 минут қайнатасыздар. Қайнап болғаннан кейін бұл заварканы лақтырып тастамайсыздар.
екінші рет қайнатасыздар. Екінші рет 5 минут қайнатасыздар. Одан кейін ішіп болғаннан кейін үшінші рет қайнатасыздар. Үшінші рет 5 минуттан артық 8 минут солай қайнатыңыздар. Оны ішіп болғаннан кейін төртінші рет қайнатқанда 10 минуттан артық қайнатыңыздар. Одан кейін бесінші қайнатып ішкен кезде бір заварканы 20 минутқа жақын қайнатыңыздар. Одан кейін алтыншы рет қайнатсаңыздар, одан көбірек қайнатыңыздар. Қайнатқан сайын бұл шыға береді. Осы нәрсені үзбей бір айдан артық 40 күнде ішсеңіздер, Алла жазса, қандарыңызды сұйылтып, денсаулықтарыңызды орнына оңалтып, керемет бір нәтижеге жететіндеріңізді көресіздер. Біздің осы видеоларымыз сіздерге ұнап жатса, лайк басып қолдау көрсетіп қойыңыздар, бізге тіркеліңіздер. Келесі жолы тағы да қасиетті бір шөп дәрілерді айтатын боламыз. Алла тағала ауруларымызға шипа, дерттерімізге дауа берсін.